Есен. Көктемде Айша Дошанай аттанмен бірге Әулие ата жақтағы төркініне барып, туған анасы Құлыханға бата оқуға кеткенін жазып едім ғой. Оразгүл апам бізбен бірге болатын шақ. Сол жолы Айша бір қара құнажын жетектеп келді. Төркіндері емес, бергі Бектөбедегі алшын нағашылары беріпті. Сәли, Қали, Бөпетай, Сатай, Мұртазаның бабындағы кезінде жақсылығын көп көрген кісі екен. Сол Мұртаза жаламен жазықсыз кетіп, жиен қызы Айша жесір қалып, біз жиеншарлары жетім қалған заманда сол баяғы жақсылықтың тамызығы болсын десе керек. Нағашыларымыз Айшаға бір қара жетектеп жіберіпті. Бірақ теңіздің ар жағында бір сиыр 80 тиын дейді. Құрысын, әкелуі иттен қиын дейді. Дегендей, Айша мен Дошанай араға бір қонып, сол құнажынды ауылға әрең жеткізіпті. Есігіміздің алдына қара біткеніне алақайлап қуанып, әлгіні күндіз түні құйрығынан ұстап жүріп бағып қағамыз. Бұзауласа, аузымыз аққа жаридау деп армандаймыз. Сөйтіп жүргенде бір күні адыраңдап таспич етіп келді. Не? Сиырыңды колхоздың көрәсін алып бәр. Неге? Мәл доктор тексереді, мәл ауру шығыпты. Жарайды, біз қорқатын не бар, сиырымыз жұнттай, тфә, ауруы жоқ. Айшақ бұйдасынан жетектеп, мен артынан айдап алып бардық. Сөйтсек ауылдың зеңгі бабасының бәрі осында екен. Шетінен мөңірейді. Күнде өріске шығатын мал мына қылыққа түсінбей, бұл қалай дегендей азан қазан. Сары сатала ақ қалат киген сіген, қалаттың астында сарғыш кетелі бар, галифе шалбарлы, хром етігі сықыр-сықыр еткен, қорасан бетті бір кісі, иелері жетектеген сиырларды кезек-кезегімен қарап, тізбектен өткізіп жатыр. Сиырдың өкпесін тыңдайды, тілін көреді, сілекейін тексереді. Сөйтсе сиыр малында яшур дейтін дерт болады екен. Оны қазақ қарасын дейме, не дейді? Әлгі қарасын келгір дегені сол екен. Мына доктор Дүйімбай дейтін шұбар, сол аурудың маманымыз. Айша айтатын, әкеңнің үстінен арыз жазып, жала жапқандардың ішінде Дүйімбай дейтін сұмырай да бар. Деп, Айша оны маған несін айтады? Ол кезде түсінбеймін. Кейін байқасам, құлағына сіңе берсін. Тым болмаса өшін алар. Әкесінің құны сұраусыз кетпесін дейді екен ғой. Дүйімбайдан мен қай бір өш алып жетістіремін. Қағазға атын жазғаннан басқа өш алу қолымнан келмейді. Ағайын арасында да сондай алапестер болғанын ұрпақ білсін. Сонымен кезек бізге де келді. Қара құнажынымыз дөнежін болайын деп тұрған шақ. Құдайға шүкір, үстінен шыбын тайып жығылғандай, семіз. Дүйімбай ары қарады, бері қарады, қабырғасын, сүбесін саусағымен шұғып көрді. Басқалардікі құсатып аузын ашып, тілін суырып көрген жоқ. Салған жерден Айшаға, «Әй, қатын, сиырың ауру», деді. «Тәйт, сандалма», деп Айша ашуланды. «Сандалмасаң сандалма», деп Дүйімбай да дүрдейіп шыға келді. «Сиырыңды өлтіріп, түгін қалдырмай жерге көміп тастаймыз. Ауру таратады». «Ойбай, Құдай, ендігі көрсетпегеннің қорлығың осы ма еді?» Айша Дүйімбайды омырауымен қағып тастап, сиырды жетектеп былай шыға берейін деп еді. Еркек емес пе? Доктор сиырдың бұйдасына жармасты. Айша ары тартты, Дүйімбай бері тартты, қара сиырдың көз аларып, басын бұғаңдатты. Айша ала жіпті босатта салып, фельдшердің жағасын ала түсті. Енді Дүйімбай да жіптен айрылып, Айшаны өңменінен періп қалды. Еркек емес пе? Қолының әлі едәурі болар.
Айша тәлтіректеп әрең-әрең құламай қалды. Әлгіні көріп мен қалай тұрайын? Дүйімбайды ту сыртынан барып көк желкесінен ала түстім. Бұл не пәле? Дегенде Дүйімбай артына бұрылып қарап, артынан тісте қатып, сілеусінде жабысып тұрған бала екенін білген соң, тұла бойымен кілт бұрылып, сілкініп кеп қалды да, мені лақтырып жіберді. Құлап жатқан жерімнен мені біреу көтеріп алды. Қарасам, Есен мылқау екен. Жағының түгі тікірейіп кетіпті. Алдында жазып ем ғой, Сақау кемпір апамыз бар деп. Шын аты Айым қыз. Есен соның баласы. Баяғы соғысқа кеткен Мақан, Сесенбай, Рәсілхан, Күзембай, Тұрарлардың тұстасы. Соғысқа бұда кететін еді, тіл аузы құлағы жоқ болғандықтан әскерге алмаған. Есенде үн жоқ, тіл жоқ. Дүйімбайдың алдына барды. Мені меңзеп көрсетті. Айшаны нұсқап көрсетті. Қос қолын жайды, иегін көтерді. Сірә, бұлар саған не жазды дегені болар. Сөйтті де қос қолын Дүйімбайдың алқымына салды да жіберді. Дүйімбай шалқалап, екі қолы екі жағына кетіп, көзі шарасынан шыға аларып, бетінің шыбары көрінбей, қызара бөртіп, барлығып бара жатты. Жұрт шу ете қалды. Сиырларын тастай салып, қатын-қалаш, шал-шауқан бәрі жабылып, Есеннің қолын Дүйімбайдың алқымынан ажырата алсашы. Мылқаудың астына түспе, соқырдың қолына түспе деген рас екен. Есен өзі сидаң, тарамыстай арық, соншама дүлей күш қай жерінен шығатынын таң қаласың. Құдай абыр бергенде, Сақау апамыз жүгіріп келіп, баласына ымдап, қолын түрлі-түрлі ербеңдетіп, саусақтарын ойнатып, біз білмейтін тілде сөйлесті де, Есен басын шайқап қойып, доктордың алқымынан сексеуілдің жігеріндей саусақтарын әрең ажыратып алды. Шалқасынан сұлап жатқан Дүйімбайдың бетіне әлдекімдер су бүрікті. Дүйімбай көзін ашты. Орнынан әрең тұрып, галифесін қаққылады. Сонда деймін-ау, кейін ойлаймын. Есен соғысқа қатыспаса да, елде жүрген фашистің біреуін о дүниеге аттандыра жаздады. Шын соғысты. 12 мүшесі сау. Біз баз біреулер қауымға жебір. Мысалы Дүйімбай жетім жесірдің сау малын ауру деп тартып алмақшы болды. Құдірет, әлде табиғат кейде әділетсіз. Адал жанды мүгедек етіп, арамдарды еркелетіп қояды. Ай, бірақ кім біледі, шын мүгедек Есен емес Дүйімбай шығар. Кейін мен университет бітіріп, қызметке тұрып, демалысқа ауылға келгенімде, Бурни Борандының базарында Дүйекеңді көріп қалдым. Сәлемдестім. Әуелдіде танымады, қартайыпты. Басына қазақы сеңсең бөрік киіпті. Баяғы Сталин фуражка, сарғыш китель, хром етік, галифелі шалбар жоқ. Қазақы кебіс мәсі, ұзын қара плаш киіпті. Таяқ ұстапты. Таяғының басына алашуар тәспі ораулы тұр. Сөйтсе молда болған екен. Жанындағы кісілер: «О, Дүйеке, танымадың ба? Барысқан ғой, баяғы Мұртаза Рахметінің баласы», деді. Дүйімбай таяғының ұшымен жер шұқылады. Бірақ кешір шырағым деген жоқ. «Аман сау жүрсің бе, балам?» деп ернін жыбырлатты. Оған да шүкір.